қандай деп аталады? Өйткені біздің өлкемізде хром өндіріледі. Айлади, сен хром туралы білгің келе ме? Иә. Олай болса, зерттеуші шығармашылық топқа барайық. Ол жақта хром тасын зерттеп жатыр деп естідім. Кәне, бірге барамыз. Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сіздер хром тасын зерттеп жатыр деп естідім. Бізге хром тасының құрамы жайлы түсіндіресіңдер ме? Сәлеметсіздер балалар, мен зерттеушілеріме қош келдіңіздер. Бүгін біз қызықты зерттеу жұмысын жасаймыз. Достар, біз Хромтау қаласында тұрамыз. Неліктен Хромтау деп аталады екен білесіздер ме? Қаласында хром байлығы бар. Алдымен қолында хром тасы бүгін біз зерттейміз. Қазақстан хром байлығы бойынша әлемде екінші орында тұрады. Бізде хром өндіретін шахта бар. Онда әкеміз, анамыз, ағамыз жұмыс жасайды. Ал менде хромтаңдары бар. Картоп, шабыш, брокколи, авокадо, жұмыртқа, қарақалмақтылардың бәрі өте пайдалы. Менің қолымда қызыл пернелі, құлағымда хром бар. Кілең, темір, болат, мида. Алдында хром витаминдер олар медицина жағынан өте пайдалы. Мен қолымда хром тастары. Бай хром, кедей хром. Бай хром жылтырақ болады, кедей хром қарамен қоңыр. Екінші тәсір өшек көреміз. Бай хром ауыр, кедей хром жеңіл. Балалар, қайсы олардан ауыр? Бай хром ауыр. Затасы суға салып қоямыз. Топырақпен хром тастарынан. Енді хром тастарын салып көреміз. Хром басшылықтан кетті хромтастар манаға бойылып тұру үстінде олар ауыр. Затасын тағы да суға салып көреміз. Хромтастарын яқшыларға салып көреміз. Енді де сыларды салып көреміз. Хромтастар батып кетті өткенде олар ауыр, атақсал үстінде. Затасын мен школқа қарап көрем. Мен уайткішпен қарап көрем. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз хром тасының құрамы жайлы, бізге пайдасы жайлы бәрін түсіне кетті. Балалар, олай болса кішкене тоқталай кетейік. Қазақстан хром байлығы бойынша әлемде нешінші орында тұрады? Екінші орында. Жарайсыңдар. Балалар, енді хромда хром тағамдары бар. Тағамдарды атай кетейікші, олар қандай? Сәбіз, картоп, брокколи, авокадо, ірімшік, жұмыртқа. Жарайсыңдар. Балалар, хром тасын нешеге бөлдік біз? Екіге. Қалай дедік? Бай хром, кедей хром. Бірақ балалар, неліктен бай және кедей хром деп аталатынын білеміз бе? Жоқ. Өйткені бай хромның пайызы өте көп болады екен балалар. Ал кедей хромның пайызы аз болады. Айлади, дегені саған түсінікті ме? Иә. Олай болса, хромтау жайлы тақпақ айтып жіберші. Хромтаудан бергі елге сенім есемей, әлмандары өнемі, соны сіздің көшімдей, өтірік пен досым, даған қасанама, хромтауға кешемін, еріп бадым анама, даған да әтебілі, адымдарды ғасырға, көтерілді көңілді, өтеліктің басына.